Grand Chess Tour, Sinquefield Cup 2024, Динклерен және Гуккеш Доммараджу. Естеріңізге сала кетейін, 2024 жылдың қараша-желтоқсан айларында осы екі адам арасында әлем чемпионаты үшін матч болады. Динклерен ол әлем чемпионы, ал Гуккеш Доммараджу үміткер. Екеуінің партиясын тамашалайық. Е4, Е5, АТФ Ш6, піл С4, піл С5, рокировка, АТФ 6, Д3, Джако Пьяно, тыныш ойын. Италия партиясындағы тып-тыныш ойын. Д6, С3, А5, әрине, мына Б4 деген әрекетке мүмкіндік бермейді. Мына Б4-тегі торды бақылауды ұстайды. Тура Е1, рокировка, H3, әрине, мына Ж4-тегі торды, және F2-дегі, және болашақта мынаның да қимыл қозғалысына кедергі жасайды. Піл Е6, піл Б5, әрине мынаны жеуге болмайды. Жейтін болсаңыздар, онда ол былай жейді. Содан кейін мынандай әдемі тамаша күзетшісі пайда болады, және мынандай тамаша керемет турасы ашық болады. Піл Б5, піл А7, піл Е3, жедік, ат Е7. Гарри Нельсон Пилсбери. Сүйікті маневрларының бірі. Атты Ж6-ға орналастыру, және мүмкін болашақта F4-ке келу. Д4 орталықты қопарат, ат Ж6, піл F1 және Д5. Осымен қаралар алдында тұрған барлық мәселелерді шешті. Гуккешқа қарсы енді ештеңе дайын емес. Ат Д2, жедік және С5. Орталықтағы белгілі бір басымдық бар. Мына сарбаздың арқасында мүмкін болашақта бір шабуыл жасауы мүмкін. Тура Ж3, Д4. Енді мына оң қанатта және сол қанатта болып атқан іс-әрекетке орталықта міндетті түрде жауап береді. Уәзір H6, енді шегені қақты, Ж6, піл Д3. Бұл жерде енді шабуыл жасауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Мына сарбаздарды мына үштікті бұзу, қирату мүмкіндік жоқ ондай. С4, піл Е4, Д3. Енді мынау өтетін сарбаз, білесіздер жақсы өтетін сарбаз, және қорғалған артында оның керемет ойыншысы бар. Бірақ піл Ж6 құрбан етеді, жедік, тағы тураны құрбан етеді, шах, және 3 мәрте қайталанады. Әрине, бұлар қазіргі таңда өзінің дайындығын көрсетпейді. Ол түсінікті, және Динклерен бұл жарысты тек қана дайындық ретінде қарастырады. Естеріңізге сала кетейін, Астанаға Динклерен келді, рапид және блиц бойынша командалық әлем чемпионатына қатысты, ал Гуккеш Доммараджу ол жарыстан бас тартты.